себепті сіздіңше ауыл шаруашылығына жеке банк қажет? Біріншіден, кеше президентіміз өте үлкен жолдау жасады, соның ішінде аграрлық салаға мәлімет, ол қыруар қаржыны талап етеді. Ол қаржыны талап еткен бір ғой, біздің ренжімеңіздер, енді өкімет мәжбүр болады агробанкты қабылдауға. Неге екенін айтайын ба? Өйткені өзіңізбен осы студияда біз талқыладық, есіңізде ме? Ауыл аманаты бағдарламасын сіздер өте жиі көтеріп отырсыздар. Сіздер қазір білесіздер ме, сол ауыл аманаты бағдарламасы бүгінгі күнге шамамен 30%-ға ғана қаражат игерілді. Мен енді қазірге шамалап айтам, 25-30 миллиард игерілген шығар. Осыдан 3 күн бұрын бір студияда кездесіп қалдық. Бір ауданның әкімімен, әкесінің айтуынша, ауданда бүгінгі күнге дейін бірде-бір несие ауыл аманаты бойынша берілмепті. Неге? Неге? Өйткені бүгінгі күнгі банктық жүйенің, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар арқылы өңірдегі жүргізілетін, ол ауыл шаруашылығындағы бағдарламаны жүргізуге мүлде жарамайды. Сондықтан да бұл жерде адамды кінәлайық, басқан кінәлайтын түк жоқ. Өйткені бүгінгі бар механизмдар іске асырмайды. Бүгінгі ауыл аманатының өзінің сомасы, қазіргі президент жоспарлаған соманың жанында ойыншық 100 миллиард жылына сол 100 миллиардты үкіметпен жергілікті билік әкімшіліктер атқара алмай отыр. Өйткені тесік, узкое горлышко дейді ғой, бұл неде жағына сауда саттықта, бизнесі сондай термин бар. Узкое горлышко, кішкентай сол қаражаттың баратын жері өте тар. О жерден 100 миллиард өте алмайды. Ал президент айтқан, біз жаңағы су бағдарламасының өзіне шамамен жоспарлап отырмыз, 1 миллиард доллар қаражат кереді. 400 миллиард теңге, 400 миллиард бүгінгі жүйе арқылы іске аспайды. Президент айтқан жаңағы ауыл шаруашылығының техникасын жаңаландыру, бүгінгі АКК, КАФ арқылы іске аса алмайды. Сондықтан да біздің өкімет мәжбүр болады. Бұл әлемдік агробанк деген, бұл әлемдік тәжірибе. Өзбекстанда да бар, Ресейде де бар, Қырғызстанда, тіпті Қырғызстанда да бар, барлығында бар. Бірақ ескі жүйеде деп айтайық, ескі жүйеде қалыптасып қалған мынандай дүние болды. Ауыл шаруашылығына, шаруаларға сенуге болмайды. Олар барлығы алаяқтар, олар алдап кетеді деп бізді Бәйтерек, Қазагро бәрі сөйтіп қорқытады. Біз бәлкім солай шығар дедімде, мен өзім Қырғызстанға бардым. Қырғызстанның агробанкының төрағасымен кездескенмін. Төрағасымен кездескенде мен бірінші сұрағым былай болды. Шынымен де сіздерде шаруалардың қайтарымы жоғары ма десе, ана кісі күледі, айтады: Алмазбек мырза, бізде шаруалардың қайтармаған кредиті, несиесі 0,9%. Ал сіз біздің Бәйтерек пен Қазагроның кредитін қайтармау көлемін білесіз ба? 22%. 22%-дан қазіргі сайланған Шарлапаев мырза оны 15%-ға түсірді. То есть 15% қайтарылмайды. Одан кейін агробанктың Қырғызстандағы бір қасиеті, негізгі несиенің майда несие екен. 3 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін. Сондықтан да ол ауылдағы қарапайым шаруа, ойбой, бәленбай несиесін қайтармапты десе, оған ұят. Ал біздің Қазагро арқылы батқан кредиттардың барлығы 150 миллион. 250 миллион. Басым бөлігі. Оны қарапайым қазақ алып атқан жоқ. Оны алып атқан үлкен шонжарлар, байлар, мен жамандап айтпаймын, байлар, ауқаттылар. Сондықтан да президенттің саясаты осы жолда 3-ші рет айтты. Есіңізде бар ма? Кооперация деген әңгімені, 3-ші рет президент айтты. Кооперацияны дамытыңдар деп. Өкінішке орай 3-ші жолдаудағы егер де қазір орындалмаса, онда өкіметтің барлығын тырқыратып қуу керек. Өйткені президенттің кооперациясын дамыту бойынша бүгінгі күнге бірде-бір министрлік, бірде-бір басшы әңгіме қозғап атқан жоқ. Сондықтан да біз кооперацияны дамытуымыз керек, бізде агробанк болу керек, сонда ғана президенттің айтқан тапсырмалар орындалады. Басқа амал жоқ, мәжбүр болады. Айналдырған бір 8 банк. Қателеспесем, әлде 20 бәленбай, но оның ішіндегі 8. Жағы анасы бар, мынасы бар, күйеу баласы бар, қызы бар деген сияқты. Соларға агробанк сияқты конкурент керек емес. Неге екенін айтайын ба? Бірінші мысал, Қырғызстанға келек. Қырғызстанның агробанкі бүгінгі күнде Қырғызстандағы номер 2 банк. Рейтинг бойынша номер 2, портфелі бойынша номер 2. Сондықтан да біздегі қазір топ 3, топ 5-тегі банктар клиенттан айырылғысы келе ма? Мына жерде агробанк пайда болып, сол ең үлкен банк және де ең төмен пайызбен беретін. Сондықтан бұрынғы ескі жүйедегі банк жүйесіндегі олигархтар, олар
сондықтан да Агробанкты жіберген жоқ. Екінші, біз Алмасбек қайта Қырғызстанның үлгісін айта берді демеңіздер. Бізде отбасы банк. Отбасы банк буквально 0 болып басталған. А бүгінгі біздің нарықта, үй сатып алу нарқында номер 1 болып кетті ғой. Ешкім қазір отбасы банкпен сай келмейді. Сондықтан да Агробанк келетін болса, мына байлардың банкысы тентіреп кетеді. Сондықтан да бүгінгі күнде әлі де әсер етуде. Ал мен бүгінде бір үмітім бар, Тоқаев мырза жағына банктардың несіне ермейді ма деп. Өйткені осы жолдаудың өзінде айтты, біздің нарыққа шетелден 3 шетелдік мықты банк келу керек деді. Сондықтан да бұл 8 банктың ойынын бұзады. Олардың пайызы басқаша дүниеде болады. Сондықтан да үміт бар. Сондай. Аграрлық несиелік корпорацияны Бәйтерекпен мына Агробанк жүйесінің айырмашылығы неде? Қараңыз. Үкімет неге қарсы болып жатыр Агробанкқа, Өйткені мына Бәйтерек деген бұл холдинг, бұл мемлекетке тәуелді холдинг. То есть неге бағынады? Бұл Смайыловқа бағынады. Бұл үкіметке бағынады. Үкімет деген әрдайым нашар менеджер. А егер ол банк саласына өтсе, банк онда бізде ұлттық банкке бағынады, а ұлттық банк ол әлемдік жағы жүйеге бағынады. Сондықтан да мына банк жүйелеріне өте қиын нелерді бұзу, мемлекеттік әлемдік шарттарды бұзу. Ал мына біздің жаңағы үкіметке біреуді төлей алмай қалса, несиесін кешіре салу, а банк жүйесінде ол мүмкін емес. Сондықтан да бүгінгіндегі үкімет, бүгінгіндегі банктер мүддесі бір болып тұр. Мына банктерге керек емес Агробанк, өйткені Агробанк керекті бұлардың ең үлкен нарығын, май шелпегін жұлып алады. Мына жерде үкімет өзінің май шелпегінен айырылып қалады. Бұлардың мүдделері тоғысқан жер осы Агробанк болып. Өкінішке орай. Бірақ ұлттың мүддесі емес, мемлекеттің мүддесі емес, қазақтың шаруаларының мүддесі емес. Олардың мүддесіне қарсы.